Армысыздар, құрметті тыңдармандар, YouTube арнамызға қош келдіңіздер. Бүгінгі топтамада Омар Хайямның нақыл сөздеріне тоқталатын боламыз. Арнамызбен бірге болыңыз. Омар Хайям әлемге аян төрт тағандардың авторы. Ақын өмір мен өлім, жақсы мен жаман, қанағат пен обырлық, жастық пен кәрілік, ізгілік пен зұлымдық, жұмақ пен тозақ, тағы басқа тақырыптарды төрт жолды өлеңге сыйғыза білген әйгілі парсы ақыны. Оның рубайларының өзі бөлек әңгіме. Бұдан бөлек астрономия, математикаға байланысты бірнеше еңбектері бар. Ғұламаның адам өмір туралы нақыл сөздеріне назар сала отырыңыздар. Адамның санасы қаншалықты төмен болса, ол мұрнын соншалықты аспанға шүйіреді. Маған адамның кедейлігі емес, оның ойы мен жанының кедейлігі қынжылтады. Жұлынған гүл сыйлануы тиіс, жазыла басталған өлең аяқталуы, ал сүйікті әйелің бақытты. Олай болмаса, әлің жетпес тірлікті бастамауың керек. Жаста өтер, бірте-бірте кәріде өтер. Баянсыз бұл жалғанның бәрі бекер. Жаһанда мәңгі жасар жан жоқ сірә, кетеміз, кетті келер тағы кетер. Өмір сүрудің екі заңын білген адам бақытты болар. Бірі не болса соны жей бермей, азығына талғанмен қарайтын жан. Бірі кім болса сонымен дос болмай, айналасындағы достарын жөнімен таңдай білетін адам. Ей көңілім, сыйлық күтпе, бұл заманнан қараңғы уақыт озар, барлығынан жан қаптырып адамды. Дертің әрсет күшейеді, ауырады тынымсыз, күткенменен мына уақыт емдейді жараңды. Біреуге риясыз сені оның қолына өз еркіңмен өткір қанжар ұстатқаның. Лып-лып тұрған қанжармен ол сені қорғауы да мүмкін, бауыздауы да мүмкін. Бәрін түсіндіруге болады, бірақ бәріне емес. Өмірде дана секілді сүргін келсе, екі басты қағиданы жаттап ал. Әр нәрсені жегенше аш қалған дұрыс. Әркіммен өмір сүргенше жалғыз болған дұрыс. Көздер сөйлей алады, қуаныштан күледі, жылайды алады. Көздермен естен адастыруға да жылатады аласың. Сөздермен алдауға болады, бірақ көзбен алдау мүмкін емес. Адамның көздерінде тылсым күш жатыр. Адам деген әлемнің анық бағы, түсінер мұны олардың данышпаны. Әділетті болу үшін алдымен мейірбан болу керек. Бәрін түсіндіруге болады, бірақ бәріне емес. Жұлынған гүл, тез жазыла басталған өлең аяқталуы керек, ал сүйікті әйелің бақытты болу керек. Олай болмаса, әлің жетпесе, тірлікті бастамауың керек. Уайым ертеңгі мәселені шешпейді, тек бүгінгі мазаны алады. Әрекет етпей арманға жетуді ойлау, егін екпей оны жинаумен тең. Ақымақпен достық құрып жетіспейсің, дананың берген уын қабылда, ақымақтың қолынан алтын алма. Өмірде дана секілді сүргін келсе, екі басты қағиданы жаттап ал. Әр нәрсені жегенше аш қалған дұрыс. Әркіммен өмір сүргенше жалғыз болған дұрыс. Адамның санасы қаншалықты төмен болса, ол мұрнын соншалықты аспанға шүйіреді. Кәрілігім менің толы күнәға, маған кешірім жоқ, осы мені аяп керек пе? Мен есуаспын, Құдайдың тілін алмаған, ғұмырым өтті, бұзып тыйым салғанды. Жаратқан ием қайғыдан мен қажыдым, түк шықпайтын жұбанышқа толы үміттен. Жаратушы болсаң сыйлашы маған басқа өмір, мүмкін ол жақсырақ шығар мынадан. Біз қуыршақпыз, тағдырымыз оның қолында. Бұл сөзімнің растығында күмән бар ма? Біраз аунатып, ойнатып өткен соң әркім мерзімі сандығының түбіне тағады да тастайды. Ішімдегі сырымды айттым саған жасырып, адамның қайғысына миы оның жетпейді. Құдай бәрімізді қасірет балшықтан илеп жасаған, бір түнектен шығып, екінші түнекте жоғалсын деп.
Күнәсіз келіп күнәға батып жүреміз, күліп келіп қайғы жеп өмір кешеміз. Күйдіріп жүрек көзден жасты төгеміз, күлде аунап өмірді босқа жағамыз. Махаббатта, жауыздықта адамға туа біткен, бірі қалмай жақсы да жаман да боларсың, жаратса Құдай солай адамды. Бұл дүние шыр-шыр ұшқан көп торғай, алыстан естіледі айқайлаған жанайқай. Бұл дүниенің есігі жоқ, дөңгелек торы қамалып мен де отырмын бір торай. Молаға сүйегімді менің көміңдер, құтқармас енді бір сөзбен ешкім көз жасы. Сәл күтіңдер, топырақ болып кеткенше содан кейін құмыра жасап қойыңдар. Адамға жақын жүр жайлы бол, жаралама ақылыңмен сен оны. Сен де батыл бол, тағдырыңмен арпалыс, сертіңде бер жәбірлеме адамды. Құдайым-ау, әйелге керемет анар кеуде бердің. Сұлу ерің бердің ал қызыл шәрбәт шырындай. Осыдан кейін бұйырсаң бұрылма деп оларға, суға сүңгіп болған ба, маған дейсің бе? Адал өмір сүр, қанағат қыл барына, еркін жүр, жоғалтпай сақта арыңда. Анау бай екен деп қапаланба, қызғанып, кедейлер бар сенен де сорлы санаусыз. Көйлегің жыртық болмаса болды, күнә емес, ертеңгі күнді ойласаң. Өмір қымбат, ал қалғаны бос әуре, әшейін байлық және құрметте. Өмір қысқа өтеді де кетеді, қызығын көріп, күніңді де, күнді де бағала. Қалай өмір сүрсең, өмірің солай өтеді. Өмір туындың, оны бір күн ұмытпа. Өмір кейде безбүйрек, дегенмен олған ғанибет. Қаранан жеген еш емес, ниетің қара болмаса. Сенбе, боспе айтқан сөзге, олар ойнақы өтірікші келеді. Адамға сен үнсіз тұрып, адамға болса екен деп жүретін. Егер видео ұнаған болса, жақындарыңызбен бөлісе отырыңыздар. Қазақша арнамыздың дамуына үлес қосып, видеоны соңына дейін қарағандарыңыз үшін көптен көп рахмет.